Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен жазғы салатты қысқа дайындау тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі қызанақ, болгар бұрышы, пияз, сарымсақ, ащы бұрыш, май, тұз. Осылардың бәрін жақсылап турап аламыз. Болгар бұрышын, пиязын ұзыншалап турап, бірінші осыларды қуырып алатын боламыз. Жақсылап осылай қуырып аламыз. Пиязын қуырып, үстіне болгар бұрышын салып, майға жұмсағанша қуырып бұқтырып аламыз. Одан қызанақты турап, өзін жеке қайнататын боламыз. Осылай қайнап жетілгеннен кейін қуырып қойған пиязымызбен болгар бұрышын үстіне салып, тағы да қайнататын боламыз. Мінекей біздің қызанағымыз жақсы пісті. Осының үстіне енді қуырылған пияз бен болгар бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Сарымсағымыз бен ащы бұрышымызды үстіне саламыз. Бұл жерде біздің қызанағымыз 20-25 минуттай қайнады. Үстіне қуырылған салып, тағы да кішкене 5-10 минутқа қайнатамыз. Соңына таман сарымсақ пен ащы бұрышты саламыз. Осылай салып болғаннан кейін тағы да бір 10 минутқа қайнатамыз. Тұзын саламыз дәміне қарай. Осыны тұз ерігенше бір 10 минутқа қайнатып, содан кейін панкейкке жауа беретін боламыз. Міне біздің салатымыз осымен дайын болды. Керемет дәмді, қарапайым жазғы салат, қыста дайындық. Банкілерге жауып, қақпағын жақсылап жауып қоятын боламыз. Міндетті түрде банкілерді стерилизовать ету керек, қақпақты қайнату керек. Осымен салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар.